Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз бануфи пай пирогын дайындайтын боламыз. Пирог өте нәзік әрі дәмді болып шығады және оңай жасалады. Ең бірінші ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Сосын үстінен қант салып, бір шай қасық разрыхительді салып, құрғақ массаларымызды біріктіріп, араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіп барып салғандарыңыз жөн. Сосын сары майымызды саламыз да қолымызбен езіп ұнмен бірге крошка жасаймыз. Ол крошкамыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып біріктіріп жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысып тұрады, осындай болып шығу керек. Оның көмегімен өзіміз формамызға қолымызды ұнға малып алып, жайғастырып шығамыз. Сосын осылай вилкамен шет-шеттерін тесеміз. Бұл рецепт 24 немесе 26 диаметрлік формаға арналған. Сосын банандарымызды осылай кесеміз. Негізі қиғаш кескендеріңіз жөн. Коржымызды 180 градуста осылай қызарғанша пісіріп алып, бетіне вареная сгущенкамызды бір келкі етіп жағамыз. Бір банканың барлығын салмаңыздар, қатты тәтті болып кетуі мүмкін. Менде 2-3 штук банан кетті. Және артынан сливки мен сахарный пудрамызды араластырып алып, бетіне осылай кремді құямыз. Жақсылап миксермен араластырыңыздар. Толық рецепті описанияда қалдыратын боламын. Пирог өте әдемі болып шықты. Бұл оригинал рецепт, мастер-класстарда сатылатын. Ортасынан да байқасаңыздар, өте ерекше дәмді. Жай үйлеріңізге жасасаңыздар да негізі оңай дайындалады, шығыны аз. Егер де рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Ақнұр, ас болсын.